1340 жылы Шағатай ұлысы Моғолстан және Мәуереннахр деп бөлініп кетті. Кейіннен Шығыс Қазақстаннан келген Барлас руынан шыққан Әмір Темір билікті тартып алды. Әмір Темір билігі кезінде өзбектер жиі наразылық танытып қарсы шықты. Темір қарсы шыққандарды аяусыз басып тастады. 1499 жылы Темір мемлекетіне Қазақстан аумағынан Шайбаншах басып кірді. Қазақ хандары сияқты Жошының ұрпағы болса да, өзбектер зор қошеметпен қарсы алды. Темір ұрпағы Бабырды жеңіп, Самарқандты өз астанасы деп жариялады. Бабыр жақтастардан айырылып Ауғанстанға кетуге мәжбүр болды. Үндістанда жаулап алып жаңа күшпен кіріп Шайбан әскерлерін жеңіп, Самарқандты қайтарып алса да, өзбектер тарапынан қатты қарсылыққа тап болып, Үндістанға қайтып кетуге мәжбүр болды. Осы оқиғалардан өзбектердің Әмір Темір мен ұрпақтарын қалай жеп көргендігін көре аламыз. 1500 жылы Өзбекстан аумағына Шайбанид мемлекеті құрылды. Кейде бұл мемлекетті Бұхар хандығы деп те атайды. Жеңімпаз ретінде кіргендіктен Хорезм халқына өздерінің атын беріп, өзбек деп атады. Мағынасы өздеріне бек, қожайын, еркін адамдар дегенді білдіреді. Шайбанидтердің басты жауы әзірбайжандық Сефевид мемлекеті болды. Олар Иранда жаулап алып, сунниттерді аяусыз басып тастап, Иранда шииттік ағымды таратқан болатын. Ал өзбектер суннит болғандықтан Хорасанға шииттерді жақындатпауға тырысатын. Көптеген өзбек-парсы соғыстары болып тұратын. Сефевидтерге қарсы өзбектер қазақтардан көмек сұрағанда, Қасым хан көп әскермен ұлын жіберген болатын. Сондай-ақ өзбектер Осман империясымен де жақын қарым-қатынас орнатып, Сефевидтерге бірлесіп қарсы тұратын. Деректерде ұлы Моғол мемлекеті өзбектерге қарсы өте көп әскер жібергені белгілі. Сол кезде қазақтар көмекке келіп, біріккен қазақ-өзбек әскерлері үнділермен соғысқан болатын. Ол соғысты көрген куәгерлер ақырзаман орнағандай сұмдық соғыс болды деп сипаттады. Нәтижесінде қазақ-өзбек әскері жеңіске жетіп, Мәуереннахрды қорғап қалды. Дегенмен қазақтар мен өзбектер арасында оңтүстіктегі қалалар үшін жиі соғыс болып тұратын. Шындығында қазақтар өзбектермен жауласуды қаламайтын. Себебі батыста Ноғай ордасы, солтүстікте Сібір хандығы, шығыста Еділ қалмақтары қауіп төндіргендіктен өзбектермен соғысу қиын жағдайға алып келетін. Бірақ өзбектер өзі бастаған соғыстарда көбіне қазақтар жеңіп отыратын. Тәуекел хан бұл іске нүкте қою үшін бар күшін өзбектерге жұмсап, Бұхар хандығының 90% жерін жаулап алды. Бірақ садақ оғы тиіп, ауыр жараланып артынша қайтыс болды. Қазақтар соғыс қимылдарын жалғастырмай кері қайтты. Зерттеушілердің айтуы бойынша бұл сәтте Бұхар хандығы толықтай жаулап алудың азақ алдында тұрған болатын. Бұхарлықтардың қазақтармен соғысуы оларды әлсіретіп, Сефевидтерден жеңіліп, біраз жерлерінен айырылып қалуына әкелді. 17 ғасырда билікті Шайбаниліктерден Аштарханид әулеті тартып алды. 1602 жылы өзбектер Балық шайқасында Сефевидтерді талқандап, Хорасанды қорғап қалды. Қазақ хандығында ең жоғарғы басшы хан болса, өзбектерде ханның үстінен қарайтын аталықтар болған. Егер хан әлсіз болса, билікті аталықтар өз қолдарына алатын. Кейіннен Бұхар хандығында экономикалық қиындықтар туындап, билікті Маңғыт әулеті тартып алды. Маңғыттар 1920 жылға дейін хандық билік жүргізді. Маңғыт әулеті тұсында айтарлықтай ірі соғыстар немесе ірі жеңістер болған жоқ, тек Ресеймен сауда-саттық қарыштап дамыды. Хиуа хандығы. Хиуа деп орыстар арасында жиі таралған болатын. Бірақ хиуалықтар өздерінің елін Хорезм мемлекеті деп атаған. Олар 1512 жылы өз мемлекеттерін құрды. Әуелі астанасы Үргеніш қаласы болса да, кейіннен Хиуа қаласына ауыстырды. Мемлекетті басқаратын династия Шайбанидтердің туысы Арабшахид әулеті болды. Шайбанид әулетімен туыс болса да жауласып отыратын. Басқа өзбек мемлекеттерімен салыстырғанда айтарлықтай әлсіздеу етін. Себебі экономикалық жағынан нашар аумақта орналасып, күшті мемлекет құру қиын болатын. Оның үстіне үнемі Шайбанидтер мен парсылар мазалап тұратын. Хиуалықтар қазақ хандығынан хан болуға Шыңғыс хан ұрпақтарын шақыратын. 1740 жылы Надир шах ең соңғы Арабшахид Елбарыс екінші ханды өлтірді. Қоқан хандығы. Қоқан хандығының негізін Шахрухби 1710 жылы салды. Негізгі иеліктері Әндіжан, Наманган, Мергалан аумақтары болды. 1745-47 жылдары жоңға шапқыншылығына тап болды. Қоқандықтар өте берік қамалдарына жасырыну арқылы жоңға шапқыншылығынан аман қалды.
дегенмен экономикалық жағынан қатты зардап шекті. Жалпы Қоқан хандығы қазақтарға да, өзбектерге де орасан зор зиян алып келді. Ұзаққа созылған жоңғарлар мен артынша қытайлармен соғысып айтарлықтай күшін жоғалтқан қазақ хандығына басып кірді. Абылай хан дер кезінде жетіп қоқандықтарға ауыр соққы беріп салық төлеттіріп қойды. Абылай хан қайтыс болып, қазақ хандығында тұрақсыздық басталды. Би төрелер орыстарға сатылып, халықты ашындыруына байланысты әркім өзімен өзі бөлініп, тұрақты әскерден айырылып қалды. Осыны пайдаланып қоқандықтар Ташкент, Шымкент, Сайрам, Тараз қалаларын жаулап алды. Солтүстік Қырғызстанды да жаулап алған соң Қытаймен соғысуды ойлады. Кенесарыны қырғыздардың өлтіруіне ықпал жасап берді. Сондай-ақ өзіне қарасты емес өзбек тайпаларына шабуыл жасап қатыгездік көрсетті. Өзбектер кейбір Қоқан хандарын зәлімдер деп жақтырмады. Қоқан билігіне қалған қазақтар ауыр көтерілістер жасады. Кейбірі сәтсіз аяқталса да, оңтүстік қазақтарының басын қосып, Жанқожа батыр бастаған көтерілісшілер Қоқан билігінің құлауына әсер етті. Қоқан хандығының Хиуаға, Бұхар хандығына, қырғыздарға, Қазақ хандығына агрессивтік саясат орнатып қақтығысқа түсіп, бауырлас елдерді әлсіретуі Ресей әскері келгенде өзбектерді оп-оңай жаулап алуына алып келді. Қоқан хандығы өзбектер ішінде орыс билігіне ең белсенді қарсы тұрды. Сол себепті көптеген қоқандықтар жаппай қырылды. Ресей патшалығы жеңілген өзбек хандығын ликвидация жасап, Ресей құрамындағы Ферғана облысын құрды. Өзбектер 1991 жылы 31 тамызда тәуелсіздігін жариялады. Қазіргі уақытта өзбектердің жалпы саны шамамен 40 миллионға жуық. Өзбекстанда 28 миллион тұрады. Ең көп диаспорасы Ауғанстанда 2-3 миллион, Тәжікстанда 1 миллион 200 мың, Қырғызстанда 964 мың, Қазақстанда 605 мың. Қазақстандағы өзбектер көбіне оңтүстік өңірлерде Шымкент, Түркістан, Сайрам, Сарыағаш аумақтарында қоныстанған. Халық саны бойынша СНГ-де Ресей мен Украинадан соң 3-ші орында. Бірақ соңғы жылдары Өзбекстанда халық санының өсуі жылдан жылға тоқтап бара жатқандығы айтылуда. Өзбекстанда алтын өте көп, әлем бойынша алтын қорынан 4-ші орында. Сондай-ақ мақта өндірісі аса жоғары дамыған. Бірақ күнкөріс қиын болғандықтан көптеген өзбек жұмысшылары Қазақстан, Ресей мен Кореяға барып жұмыс істеуге мәжбүр. Жалпы айтқанда, өзбектер ежелден отырықшылық өмір кешіп, қалалық мәдениетті дамытты. Өзбекстан аумағынан көптеген ғұлама ғалымдар шығып, өте маңызды жаңалықтар аша білді. Бұл видеода айтылған Хорезм, Хиуа хандықтары өзбектермен қатар түркмендерге де қатысы бар ортақ мемлекет. Видео ұнаса, каналға лайк басып, мені төменде көрсетілген номер арқылы қолдай аласыздар.